Тұяқ Рүстемнің анасымын. Мен сіздерге жер дауы, жесір дауы дегендей Шаңғырақ оқиғасының байланысты қасақана жазықсыз жалаға ұшыраған балам Тұяқ Рүстемнің жолағұлына заңсыздық шырмауынан шығарып алу мақсатында өтініш жазып отырмын. 7 баланың анасы едім. Жолдасым 91-ші жылы жүрек ауруынан қайтыс болып кетті. 7 баламен қалдым. 7 баламның ең кішісі осы Рүстем 7 жасында қалды әкесінен. Балаларымның бәрін ел қатарлы өсіріп, ел қатарлы тәрбиеледім. Оқытқанын оқыттым. Ең соңындағы балаларымның шамам жеткенше мәшіненің правасында да алып бердім балаларымның шамам жеткенше. Осы Қазақстанның азаматтары болсын, осы ел қатарлы қайсем қосам деп осы балаларыма еңбек еттім. Содан 2000 жылдары Нұрсұлтан Әбішұлының айтуымен жаңағы ауылдық балалар, тұрғындар жұмыс жоқ болғандықтан балаларым бәрі қалаға келіп жұмыс іздеп келді. Содан балаларым бәрі жұмыс істеді, оқыған оқыды. Квартирада тұрыптық, балаларымның бәрі осы жаққа келгеннен кейін мен де балаларымның артынан келдім. Келіп балам Рүстем Жолақұлы 2005 жылы Азис компания құрылыс несінде істеді, жақсы істеді, жолдамамен оқуға жолдама алды. Содан тапқан табысымен, маңдай терімен мен Шаңғырақ 2-ден жер сатып алдым. Жер сатып алып, жаңа баламның еңбегімен сатып алған адамның да қолғаты болды. Сонымен жаңа жерде баламның ең кіші балам болғаннан кейін мені қарайтын болғаннан кейін басқа балаларым үй жайы бар, бала шағасы бар болғандықтан мені қарайды ғой деп осы балам артынан келіп жаңа жер сатып фундаментін құйып жаңағы Шаңғырағын көтергелі жатқанда Шаңғырақ оқиғасы басталып кетті. Мен бұл жерді басып алған жоқпын, балам басып алған жоқ. Сонымен 3 жыл, 4-ші жыл болып бара жатыр, балам сотталды. Балам кінәсіз өз Шаңғырағын, өз несін қорғады, отының басын. Мен Нұрсұлтан Әбішұлынан сұрайтыным, менің мына өтінішімді талай рет өтініш жаздым, бірақ та ешқандай жауап аламадым. Ешқандай жауап келмеді маған. Мен сізден өтінетінім, мен балам Рүстемімді әміссаға іліндіруіңізді сұраймын. Жесірін жылатпай, жетімнің маңдайына сипаса деймін. Мен сізге өтініш жазатыным, мен Тұяқ көп балалы анамын, жолдасым 91-ші жылы қайтыс болған. Арызымда өтінішімді айта кетейін сіздерге. Осы өтінішімді жеткізуіңізді сұраймын. Мен Тұяқ Райхан көп балалы ана, жесір анамын. Жолдасым 91-ші жылы кенттен қайтыс болды. Содан бері 7 баламды небір қиыншылықпен жаңағы тәрбиелеп ел қатарына қостым. Баламның кенжесі Рүстем болғандықтан бірге тұруды жөн көрдім деп шештім. Балам өз еңбегімен жолмен базис компрессия өндіруші болып істеп, сырттай оқыды. Өз еңбегімен тапқан қаражатымызға қарай осы жерді сатып алдық. Сатып алған адамның да қолғаты бар. Балам жұмыс орнынан несие алып, үйде енді көтермек болғанда мынандай жағдайға душар болды. Міне 3 жыл көлемі болды. Менің жүрегім жай табар емес. Өйткені баламның ақтығын мен және де сол жерде болған адамдар жақсы біледі. Ол осы жағдайдан кейін жаппай сол жердегі тұратын тұрғындарды қамап жатқанда ол өзін сонша адам өлтірген жоқпын ғой деп өлтірген жоқпын ғой деп болған жағдайды өзім айтам деп өз аяғымен барған еді. Бұрын жанұямызда бұндай жағдай болмағандықтан да ба әлде заңды білмейтіндіктен бе балам өз аяғымен милицияға өзі барды. Содан 1 айға жуық хабар аламады. Үлкен ұлым тергеуші Елеубаев жолыққанда 20 мың ақш долларын 1 аптаның ішінде әкеп беруіңізді сұрайды. Әкеп берсеңіз
мен баламды шығарып берем деді. Оған ұлым ондай ақшамыз болмаса болмаған соң оған ақша бере алмадық. Тергеу кезінде баламды адам төзгісіз қорлаған, баламның тісі түскен, аяғында от жаққан, одан да бетер адам төзгісіз істелген. Сот кезінде баламның айтқан сөзі: мама, әділдік болар, бәріне де шыдап жатырмын ғой, тек ақша бермеңдер деп қинады. Қинала айтты балам. Сот әділ болған жоқ. 8 айға созылған сотта баламда жәбірлеушілердің біреуі де көрсеткен жоқ. Куәгер адамдар үйге келіп менен жылап тұрып менен кешірім сұрады. Апа, балаңызға жазықсыз куә болдым. Солай айтуыма мәжбүр етті. Енді бұл тыныш ұйықтай алмадым. Жұмысым жүрмеді деп жылады. Олар жоғарғы сотқа да шағымданды. Жоғарғы сотта да олардың тыңдамады. Іс жабылды. Балам 14 жылға жылап кетті. Әлі де мүмкін үміттенем. Баламның бұл жерде шынымен қылмысты адамдар жатыр ғой. Менің есім 14 жылға қатаң режимге кететіндей не істедім дегенде сай-сүйегім сырқырайды. Балам сатып алған жерін, отбасын қорғады ғой. Балам келгенше менің күнім не болмақ? Оның жас өмірі қоғамға деген көзқарасы қалай болады? Сот кезінде соңғы сөзде мен әлі де болса да елімді, жерімді алдыңғы қатарда тұрып қорғаймын. Тек әділ шешіңіздерші деген шырылдаған даусы ғана естілді. Осы ма әлде ата заңымыздың сіздерден сұрайтыным: баламның іс қайта қаралса, жесірін жылатпай баласын темір торға қамамай, елім, жерім деп тұрған баланың сағын сындырмай арашы болар үлкен қайырымдылықпен қарап көмектесулеріңізді сұраймын. Көп балалы ана Зейнетке Тұяқова Райхан.